Мына нәрсеге қарасаңыздар, Нұр сүресінде тағы бір маңызды нәрсе. Мысалы, біреудің үйіне келіңізде есік қағып тұрсыз. Рұқсат сұрап жатсыз да, ешкім жауап бермей жатыр. Сосын собордан мініп, есіктен қарап, ол мұъминнің ісі емес ол. Мұъмин тек қана есік қағатын адам. Және қырымен тұрады. Жауап жоқ болса не істейсің? Көрдіңіз ба? Сосын адам ар жақтан біреу рұқсат етуі мүмкін сізге, қысылып, тілімен. Жақсы, келіңіз, кеп қапсыз ғой, келіңіз деген. Кеп қапсыз ғой, енді келіңіз деген сөз рұқсат емес. Истизан деген нәрсе болады. Ол адамның тілімен рұқсат етуі. Рұқсат, келіңіз деген. Истинас деген нәрсе болады. Истинас деген көңілінің рұқсат етуі. Ішкі дүниесінің. Может, үйінде проблема болған шығар. Көңілі қалап тұрған жоқ. Дәл сіздің осы уақытта кеп қалғаныңызды. Бірақ тілімен ұялып мұсылман болғаннан кейін ертең жамағатқа айтып барар деген бірнекемен келіңіз енді деп айту мүмкін. Бірақ сіз мұъмин, Алланың нұрымен көретін адам, сіз түсініңіз, жан дүниені түсініңіз деп жатыр сізге. Сондықтан мына жақта Алла Тағала тілмен рұқсат етілген деген емес, көңілінің рұқсатын ізде дейді. Қараңыздар. Я айюхаллазина аману. Ей иман келтіргендер. Ла тадхулу буютан гайра буютикум. Өз үйлеріңнен басқа үйлерге көңілдерінен рұқсат таппай кірмеңдер дейді. Жан дүниеден рұқсат таппай кірмеңдер дейді. Ва тусаллиму аля ахлиха. Сондай-ақ келген кезде ол отбасына сәлем жолдаңдар. Ассаламу алейкум деп. Бірден келе сап, бір проблема әңгіме, білмеймін, ана жақта бір нәрселер болып жатыр деген сәлеммен кір дейді. Адамдардан рұқсат сұрамай, көңілдерінің рұқсатын алмай, сәлем тілемейінше басқа үйлерге ешқашан кірмеңдер дейді. Неге бұлай Раббымыз деген нәрсе болса, «Зәликум хойру лакум лағаллакум тазаккарун». Осылай істеулерің сендердің жандарыңа тазарақ дейді, қараңыздар. Хайырлы болады. Бәлкім естеріңді жиясыңдар, мен айтып тұрмын ғой деп жатыр Алла Тағала. Алла Тағала айтып тұрғаннан кейін қағасың есікті, ашпайды. Қағасың екі рет, үшінші рет қағасың. Болды, кете бер. Ойға да берілме. Неге ашпады екен? Бұл сенің ісің емес. Осы оқиғалардың бәрі сені тәрбиелеу. Сен ойлама тек қана Құран оқып отқан кезде тәрбиеленем деп. Күллі оқиғада сені тәрбиелейді. Күллі оқиғада сені тазарту ісі. Әрбір оқиғада не айтар екенсің, не ойлай еткенсің, соны тексереді. Қақтың ашпады. Болды, кете салыңыз. Қақтыңыз ашып қалды, бірақ көңілі қалап тұрған жоқ. Сіз ба, кеп қапсыз ғой, деген нәрсе. Жақсы, мен соңыра келейін, айтпақшы, мен бір жұмыстарым бар еді деп кетіп қалыңыз. Кінәламаңыз ешкімді. Сіз ба, ешкімге, адамдарға жеңіл болдыңыз да, осындай нәрселер. Сол забордан сығалап, анжағын сығалап, күтіп отырып алу деген нәрселерді істемеңіз ештеңке. Ол мұъминнің жұмысы емес бұл. Мұъминдікі идеальный, таза. Алла сүйетін істер сіздікі. Әрбір осындай нәрселеріңіз, құрметті жамағат, осының барлығы біз үшін жаңа маңызды болу керек.